Бүгінгі таңда елімізде синтетикалық есірткіге еліткен жастардың саны артып келеді. Осыған орай Жетісай ауданында жасөспірімдердің санасын улаған дертпен күрес шаралары үздіксіз жүргізілуде. Десе де оған тәуелді болғандардың саны артпаса азаймай отыр. Нарколог мамандар синтетикалық зат тез таралып, тіпті өңірдегі дәріханаларда нұсқаусыз оңай сатылып жатқанын айтып дабыл қағуда. Жастардың денсаулығына, әл-ауқатына және қауіпсіздігіне залал келтіретін өткір проблемалардың бірі нашақорлық. Бұл аса қауіпті әлеуметтік кесел. Өз жолдауында осыған тоқталған президент Қасым-Жомарт Тоқаев жастарды синтетикалық есірткіден қорғау жайын баса айтты. Қазіргі ахуал өте күрделі. Соңғы 3 жылда тәркіленген синтетиканың көлемі 10 есе артқан. Уақыт өткен сайын мұндай есірткі арзан әрі қолжетімді бола бастады. Нашақорлар оны әлеуметтік желі мен түрлі мессенджерлер арқылы емін-еркін сатып жатыр. Есірткіні тіпті үйге әкеліп беретіндер бар. Бұл аса қауіпті әрі ауқымды әлеуметтік кесел. Синтетикалық есірткіні өндіруге және таратуға қарсы күрес жалпы ұлттық деңгейде жүргізілуі тиіс. Сондықтан нашақорлықпен және есірткі саудасымен күресудің кешенді жоспарын әзірлеу. Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Аудан аумағында есірткінің алдын алу бойынша көптеген шаралар атқарылуда. Дәрігерлер мен учаскелік полиция қызметкерлері мектепке барып түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, тұрғындарға сақтанудың жолы көрсетілген үнпарақшалар таратуда. Аудандық полиция бөлімі қарқынды шаралардың нәтижесінде есірткі тұтынатын жастар тіркелмеген дейді. Жетісай қаласы бойынша есірткі тұтынған жасөспірімдер тіркелген жоқ. Олардың алдын алу жұмыстарын жасап жатырмыз. Орган қызметкерлері есірткі бойынша есепте тұрғандар жайлы сыр бермеуге тырысты. Бұл дертке шалдыққандар полицияға емес, бірден наркологтың көмегіне жүгінсе керек. Өткен аудандық нарколог дәрігер Салтанат Нұрланқызы есірткіге тәуелділіктен арылу үшін шипа іздеп келетіндер өткен жылдармен салыстырғанда көбейді деп алаңдайды. Тіпті кесел тудыратын дәрілік заттар жақын маңдағы дәріханаларда оңай жолмен саудаланып жатқандығынан алайды. Ем алуға келген науқастардың өкінішке орай біз несін бере алмаймыз, фамилиясын, аты жөнді, бірақ былтырға қарағанда көбейген. Қанша ата-ана жылап келіп жатыр алдымызға. Осындай жағдай болып жатыр деп келмейді, бірақ балалар келмейді, жанжал шығарады. Көбінесе ата-ана ұялады. Көрші-қолаңнан, туыстарынан, басқасынан ұялып, әкелуден ұялып, баласын ішкі істер қызметі арқылы соларға, сол кісілерге алып келу керек қой. Ол кісілерге айтуға туысқандарынан ұялып, бірақ келіп жатқандар бар. Өзімнің учетте тұратын науқастарымның аптекадан алып жатқанын көрдім. Бізде қазір көбінесе кездесетін есірткінің түрі ол трамадол. Оның негізі рецепт арқылы беріледі, негізі онкологиялық науқастарға берілетін дәрі. Соны жастардың арасында көп қолданады. Қазір белең көп не алған, именно трамадол, сосын марихуана. Нашақорларды емдеп, оларды қалыпты өмірге оралуға көмектесуге болатын ескерткен мамандар есірткіге тәуелділікті ұялуға болмайтын ауру деп атап, алғашқы белгілері анықталған сәттен-ақ дәрігерге жүгінуге кеңес береді. Өкінішке орай көптеген ата-аналар емшіге апарып, не болмаса өзім қадағалап қойдырамын деп уақытты оздырып алатын көрінеді. Көздері қызарады, ауыз қуысы кебеді, көзінің қарашағы бар, сол тарлады. Есірткі затын қолданған кезде олардың көңіл-күйі көтеріледі. Енді оны емдеу жолдары бар ма? Емдеу жолдары бар. Біз нашақорлыққа шалдыққан адамдармен сөйлесеміз. Бізде психолог дәрігерлер бар, психологтар бар, өзіміздің мамандар бар. Немесе облыстық ауруханаға, Түркістан облысы ауруханаға наркология диспансерге жібереміз. Сояқта жатып шығады, ол жерде бір айлық ем қабылдайды, ем шара. Ол жақта жату тегін, анонимді емделуге де болады. Жастар көбіне араласатын ортасынан қарай есірткінің жетегіне кетіп жатыр. Сондықтан жастарды бос уақытын тиімді өткізуіне жол ашып, беймезгіл уақытта көшеде не бөтен ортада жүрмеуіне баса назар аударған жөн. Ортасына қарай шығатты бұның бәрі. Тәрбиесін көру керек, күндіз-түні бақылап, сыртынан сөйтіп жүрсе, батарда жаман емес қой, бәрі тәрбиелі етеді. Темекі шегіп жатқан жастарды байқайсыз ба жалпы? Қазіргі уақытта темекінің екінің бірі шегетін болып кеткен жастарды. Балдарға айттық қой, жастарға айтамыз ғой, көрген жерде жоламаңдар құмарлыққа деп. Түнгі 10-нан кейін ойын-сауық орталықтарында жасөспірімдер ата-анасыз жүруге болмайды. Оған Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтың 442 бабының салған жағдайда ескертпе жұмысын протоколда ескертпе жүзінде жазып береміз. Ал бірінші емес, екінші рет қайталанған жағдайда штраф жазылады. Штраф мөлшері ол
40 мың шамасында түседі. Синтетикалық есірткіге әуестенген адамдардың қатарының артуы және оның қолжетімділігінің кесірінен бұл дертке тоқтау болмай отыр. Ал дәрігерлер әрі қарай асқындырып алмас үшін өз уақытында келсе, толық жазылып шығуға мүмкіндік бар деп ескертеді. Клара Шербайқызы, Жеңіс Сыдықов, Бақберген Әбжәлел, Ақпарат, Жетісай ауданынан.